фәтуада батыр болған батыр болып тозаққа кіреді деген. Сондықтан діннің атынан бір нәрсе айту, бұл Алланың, пайғамбардың атынан сөйлеу. Ал енді бұл әлбетте ілімі, діннен хабар болмаған адамның бұлай оңды солды фәтуа беруі, ол өзінен басқаға зияны, жаңағыдай зияны өзіне ауыр деп атқаным ғой, жаңағыдай. Сондықтан ойлаймын, енді бұл медицина болсын, психология болсын, басқа да ғылым салалары болсын, сол мамандар сөйлегені абзалырақ деп ойлаймын. Енді өкінішке орай жаңа өзіңіз айтпақшы, жаңағыдай қазір мынау ақпараттық заман болғаннан кейін бәрі де жаңағыдай әйтеуір жанталасып подписчик жинау дейді, лайк жинау дей ма, сондай мақсат әртүрлі нәрсені айтып жатыр. Енді олар өздері білет, әркім не айтқысы келсе. Бірақ ол діннен сөйлегеннен кейін ол Алла мен пайғамбардың атынан сөйлеген болады. Оған немқұрайлы ықтиятты болған дұрыс. Бұл үлкен аманат дейсіз ғой. Иә, мысалы медицина саласы, мысалы жүрек аурулары, бүйрек аурулары, адамның әртүрлі, мысалы рак аурулары, оны кез келген адам сөйлей бермейді ғой. Және кез келген адамнан барып оның емін сұрай бермейміз ғой, мысалы. Сол секілді мынау діннің де хадиске қатысты болсын, ақидаға қатысты болсын, соны мен ойлаймын, жамағатқа арнайы соның мамандарынан сұраса қателеспейді деп ойлаймын.